Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен екі түрлі нанның дайындалу әдісімен бөлісетін боламын. Оның біреуі осындай қатпарлы тәтті тоқаш, екіншісі күнделікті ас мәзірінде кем болса болмайтын кәдімгі нан. Бұл нанды бәріңізге пісіріп көруге кеңес беремін. Өте жұмсақ және дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін асықпай көріңіздер. Ұнаса лайк басып достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Қамырды екі нанға бірге илеймін да, соңынан екіге бөліп пайдалана беремін. Қамырына 5 шай кесе мөлшермен 1 килограммдай ұн алдым. 1 ас қасық ашытқы, 1 ас қасық қантқа аздап жылы су құйып, көпіршіп көтерілгенше қоя тұрамыз. Ұнға 100 граммдай май ертіп құямыз, жаңағы ашытқымызды құямыз. Сосын тұзды сумен қолға жабыспайтындай етіп жұмсақ қылып қамыр илеп аламыз. Бұл жерде менде сиырдың майы, сармай болсын, қойдың майы болсын, сорпаның майы болса да қалаған майды қолдана беруіңізге болады. Және бір ескеретініміз, ашытқыны осылай қант қосып, сәл ерітіп ап құйғаныңыз дұрыс. Сонда құрғақ қоса салғанға қарағанда қамырымыз тезірек ашитын болады. Енді осы қамырды 20 минутқа тындырып қоя тұрамыз. Қамыр суып қалмас үшін жылылап жауып қоюды ұмытпаңыз. Жиырма минуттан соң жақсылап бір рет басып илеп аламыз да, жылылап орап, әбден ашып көтерілгенше күтеміз. Екі сағаттан соң қамырымыз осылай әбден ашып көтеріліп дайын болды. Енді осының 3/1 бөлігінен тәтті тоқаш жасауға бөлек алып қоямыз. 3/2 бөлігінен нан жасаймыз. Алдымен осылай жақсылап илеп, қалыңдығы 3-3,5 см болатындай дөңгелек формаға келтіріп, үстіне өрнектер салып, духовканың майланған табасына салып, бетін орамалмен жауып, тағы да бір 15 минутқа көтерілуге қоя тұрамыз. Қамырымыз 10-15 минут көтерілгеннен кейін, алдын ала 180 градус қыздырылған духовкада мөлшермен 50-55 минутқа пісіріп аламыз. Мінеки нанымыз да сап-сары болып, әдемі болып көтеріліп, жеп-жеңіл болып пісті. Ыстық күйінде кеспейміз, әбден суығаннан кейін қалауыңызша кесіп турап, дастарханға ұсына беруіңізге болады. Енді келесі қатпарлы тәтті тоқашты пісіруді бастаймыз. Бұны мерекелік дастархандарға немесе қонақтарға арнап пісірсеңіз, дастарханыңыздың сәнін келтіріп, әдемі болып тұрады. Сырты қытырлаған, ортасы қатпарлы, тәтті болып шығады. Енді жаңағы 3/1 бөлік қамырымызды осылай алақанымызбенен есіп, ұзыншалап аламыз да, оны ұсақ бөліктерге бөлеміз. Бұл жердегі бөліктердің көлемі өз қалауыңызша болады. Үлкен етіп бөлсеңіз, тоқашыңыз үлкен болып шығады, ал кішірек бөлсеңіз, тоқашыңыз кішкене болып шығады. Енді тоқаштың ішіне салатын тәтті қоспамызды дайындаймыз. Ол үшін мен 1 кесе қантқа 1 кесе ұн қостым, және осыны қолыммен араластыра тұрып, сұйық май құямын. Сұйық май құйғанда өте сұйық болмау керек қоспамыз, өте құрғақ болып қалмау керек. Енді осы бөліктердің бәрін дөңгелектеп жайып аламыз да,
дайындап алған қоспамызды бәріне теңдей етіп үлестіріп шығамыз. Егер де қоспа жетпей қалатындай болса, көз мөлшермен тағы да біраз дайындап жіберсеңіз болады. Бәрін осылай жан-жағын бекітіп, дөңгелектеп дайындап аламыз. Енді осы дөңгелектерімізді сопақшалау етіп жаймалаймыз. Егер жаңағы дайындаған қоспамыз өте сұйық болатын болса, дәл осы кезде ағып шығып кетеді. Сол үшін қоспа дайындағанда оның қоюлығына мән бергеніміз жөн. Енді осы жаймамызды бір шетінен рулет сияқты орап, алақанымызбен сәл тығыздап, осылай жіңішкертеміз. Рулеттерді көріп отырғаныңыздай ортасынан екіге бөлеміз. Сосын тұйық жағын бір-біріне қаратып, бір жақ үшін бір қолымызбен ұстап тұрамыз. Келесі жағын осылай шиыршықтап айландырып, орап, төмен қарай басып, дөңгелек формаға келтіреміз. Қазір бәрін ақырындап көрсететін боламын. Мұқият қарап отырыңыздар. Бәрін дайындап болдық. Енді пергамент қағаз төселген табаға салып, 180 градус қыздырылған духовкада 30 минутқа пісіріп аламыз. Арасында ашып қарап отыруды ұмытпаймыз, өйткені бұл қант қосылғандықтан тез күйіп кетуі мүмкін. Астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар, және подписаться батырмасын басып, каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар.